Екінші дәрістің тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Жоспар: бастауыш сыныптағы қазақ тілінің психологиялық негіздері, бастауыш сыныптағы қазақ тілінің лингвистикалық негіздері. Тіл қарым-қатынас құралы. Адамдар арасындағы қарым-қатынас, яғни өзара сөйлесу, түсінісу, пікірлесудің барлығы тіл арқылы жүзеге асады. Адамдар арасындағы тілдік қатынас екі түрде болатыны белгілі: ауызша және жазбаша. Мұның алдыңғысы сөйлеу арқылы, кейінгісі жазу арқылы іске асады. Сөйлеу дегеніміз іштегі ойды дыбыс арқылы сыртқа шығару, яғни айту. Осы тұста сөйлеу әрекетінің психология ғылымындағы өзекті мәселелер қатарына жататындығын айтқан жөн. Сөйтіп, тіл және сөйлеу лингвистика ғылымында да, психология ғылымында да қарастырылады. Психологияда сөйлеудің адам әрекетінде жетекші қызмет атқаратын түрі коммуникативті сөйлеу деп аталып, оның бұл түрі 4 топқа бөлініп қарастырылады: монологтық сөйлеу, диалогтық сөйлеу, үнсіз және жазба сөйлеу деп бөлінеді. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту барысында балалардың қабылдау мүмкіндіктеріне, есте сақтау ерекшеліктеріне, зейінділіктеріне үнемі назар аударып, ескеріп отыру қажет. Жеке пәндерді оқыту әдістемесін жасау ісі педагогика ғылымына, оның оқыту мәселелерін зерттейтін саласы дидактикаға сүйенеді. Педагогика ғылымының не екенін түсіндіріп, дидактикалық ұстанымдарды тәрбие үдерісімен ұштастыруға алғаш ұмтылыс жасаған адам Мағжан Жұмабаев болды. Ол өзінің педагогика деп аталатын еңбегінде педагогика ғылымының негізгі құрамдас бөліктерін және оның өзге ғылымдармен байланыстарын түсіндіре отырып, педагогикадағы негізгі ұғымдарды қазақ ауылдарындағы оқу-тәрбие жұмыстарымен ұштастыра талдап көрсеткен болатын. Кейбір республикамыздың педагог ғалымдары Мұқанов, Көшекбаев, Исабаев өздерінің теориялық еңбектерінде оқытудың барлық пәнге ортақ жалпы дидактикалық ұстанымдары мен әдістері болатынын ғылыми тұрғыда негіздеп берді. Ұстанымдардың бастылары мыналар: оқытудың ғылымилық ұстанымы, жүйелік ұстанымы, материалды дұрыс орналастыру ұстанымы, оқытудың алдын ала болжау ұстанымы, оқытудың саналылық ұстанымы, оқытудың берік, тиянақты болу ұстанымы, оқытуды теориямен, практикамен және өмірмен байланыстыру ұстанымы, оқытудың көрнекілік ұстанымы. Мектепте қазақ тілін оқыту мәселелерін зерттеген ғалымдар: Әлімжанов, Маманов, Құлмағанбетова, Рахметова осы дидактикалық ұстанымдарды, грамматикалық ұғымдарды оқыту, бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту, тіл дамыту проблемаларына қатыстыра отырып талдайды. Осы айтылғандардың барлығы қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының жалпы заңдылықтарына және оның негізгі ұстанымдарына сүйенетінін көрсетеді. Педагогика ғылымы болашақ ұрпаққа білім мен тәлім-тәрбие берудің заңдарын, оларды іске асырудың бағыт-бағдарын, жүйесін белгілейді. Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңында білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау керек делінген. Демек, білім бере отырып тәрбиелеу бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі деуге болады. Жас ұрпақты тәрбиелеуде олардың бойында адамгершілік, адалдық, жауапкершілік, шыншылдық, білімге деген қызығушылықты қалыптастыру арқылы жаман қасиеттерден арылу жолдарын педагог ғалымдар ғылыми тұрғыда қарастырып, өз ойларын үнемі ортаға салып отырады. Ғаббасовтың «Халық педагогикасының негіздері» атты оқулығында былай дейді: білім берудің ең негізгі кіндік мәселесі адамды жан-жақты етіп тұлғаландыру мен жетілдіре өсіріп өркендету. Сондықтан бүгінгі педагогикалық білім берудің мақсаттары мен мазмұны қазіргі заман талабына сай, жаңаша қалыптасып отырған адам туралы концепцияның тұрғысынан анықталуы керек. Бұл қағиданың екінші бір қоғамдық көрінісі әсіресе жаңару кезіндегі адам тәрбиесінің әлеуметтік талабына келіп ұштасады. Сол себепті ата-бабаларымыздың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрпын, әдеби, мәдени бай қазынасын оқушылардың санасына сіңіріп тәрбиелеу оқытушының міндеті. Кез келген іс-әрекеттің мақсаты, амалдары мен нәтижесі болады. Ол тілді оқытып үйретудің мынадай негізгі компоненттерін белгілеуге мүмкіндік береді: мақсат, мазмұнды, амалдық, бағалау, нәтижелік. Мақсаттар мен міндеттер оқыту мазмұнының, оқу әрекетінің формалары мен тәсілдерін таңдауды анықтайды және белгілі мағыналы әрекетті нәтижесіне бағыттайды. Жалпы қазақ тілін оқытып үйрету бұл басқарылатын жүйе. Сондықтан ол келесі негізгі үштік: мақсат,
басқару және нәтиже компоненттерін белгілейтін басқарудың жалпы теориясы тұрғысында зерттелуі керек. Мұнда басқару сапасын мақсат пен нәтиже арасындағы сәйкестік анықтайды. Қазақ тілін оқытудың лингвистикалық негіздері тілдің дыбыстық жүйесіне, лексикологиясына, сөз құрамына және тілдің грамматикалық құрылымына қатысты теориялық материалдардан көрініс табады. Тілдік материалдарды оқыту үшін әрбір тілдік теориялық материалдың мазмұнын мұғалімнің өзі терең меңгеруі тиіс. Тек сонда ғана оқыту үдерісінде жаңа талапқа сай жұмыс түрлерін орындатуға болады.